Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, роднойлар. Батыстың уақыты бойынша сағат 10:28. Ақтөбеден Оралға жолға шықтық. Неге екенін барлықтарыңыз білесіздер. Кешке бұйыртса сбор дайын отырыңыздар, роднойлар. Ал бізге жол болсын. Кешке мән жағдайдың барлығын толық постпен түсіндіретін болам. Құдай қаласа жақсы игі қайырымды істің себепкері болайық. Біздің өмірлік жалпы ұстаным кең болсаң кем болмайсың. Солай, бізде жол тізгіншісі Аян бауырым, камера тізгіншісі Адзикенский брат, және де мән жағдайдың барлығын контрольда ұстап отқан Бақтияр досым. В общем, солай, роднойлар. Жол болсын. Кеше задержка, бүгін аккумулятор. Ничего, осылай, құдай қаласа жетеміз. Біз қазір оталды Жымпиты деген жердеміз. Бұл Оралға бір примерно 100 километрдей қалды. Біз негізі Оралдың өзіне емес Ақсайға барамыз. Енді қазір бізде выбор болып бір. Короче, Оралға жетпей бір нашарлау жол бар екен, и Оралдың іші арқылы нормальный жол бар екен. Қазір шешіп сөйтеміз, короче. В общем, солай. Роднойлар қуантып жатыр. Өткенде сбор басталады дегеннен бастап әйтеуір 100-200 теңгеден 1000-2000 енді суммасы маңызды емес. Ең бастысы кең жүрекпен, шын ниетпен роднойлар жіберіп жатыр. Қазіргі сумма осы, ниеттеріңіз қабыл болсын. Ал роднойлар, біз Ақсай қаласына аман-есен жеттік. Бұл дәл қазір сбор ашылмай жатып жиналған сумма, жиналып тұрған сумма. Бұйыртса ашылғаннан кейін енді сіздердің кең жүректеріңізге сенім деген өте мол. Сол кешке қарай басталады. Айсар, жаңа қыз бар емес па? Сен ғашық болған қыз бар емес па? Сол қызды таптым, номерін таптым. Енді айтады, мен қазақша үйренем дейді. Айсармен сөйлестім, бәрі жақсы. Енді мамаңмен бір ақылдасып жібер. Орыс келін қалай болады екен, нормально сен Таразға жіберем. Не дейді екен сұрап көрсек. Орыс кісі бола бер ма? Сенің мамаң қабылдаса болды үйіңе. Орыс қыз бола ма, орыс келін бола бере ма? Бола ма? Мамаңнан сұраса. Енді мамаңнан бір ауыз сөз керек қой енді. Айсар. Бір тамақ істейші десең, осылай адамның желаниесін ұртып жібереді ғой. Жумайсыңдар ма, бека? Аузын жуып отыр екен, сөйлей алмайды. Күн жылды, значит, мен яқта пісірсе көп пісірем деген сөз. Қайырлы күн, туыстар, қалайсыздар? Настроение, сердцебиение бәрі жақсы ма? Күндеріңіз сәтті өтсін, демалыстарыңыз өте қызықты, көңілді өтсін деймін. Неге осы біздің картошкалар осындай болып кете береді, қаршы? Картошканың үстінен картошка өсіп отыр ғой. Тал шығып отыр ғой. Тал шығып бүйтіп ертең өсіреміз бұйыртса деген план бар. Неге осындай?
Жанс айтады, тура біз келетін кезде тамақ істепсің ғой дейді да. Сол негізі сондай сияқты болып көрініп қалды, иә. Жанстар кеткен кезде ертесін тамақ істеп жатқан. Келгеннен кейін Жансқа тема тамақ істеп беремін. Жанс пен Бақаға. Шынымен просто сондай көрініп қалды. Ренжіп жатыр ғой. Мен пісірсе істегенде постоянно Бека жұмыста болады. Деймін, екінші рет жеп жатыр. Қай. Сочно. Иә, негізі біз Бека айтқан басында 40 минут жарты сағат күтеді деп, неге сосын айтты 1 сағат күту керек екен да, жалпы 1 сағат күттік. Ауызда еріп жатыр ғой. Аңсаған досым жазырды, брат тамақтан қалдырш деп. Міне, қалмады. Менің тамағым тәтті, брат, вообще қалмайды ғой негізі. Мирас, картош керек па? Не үшін бұл? Тегін берем, мынау нелер шығып кеткен тамырлары. Егесің, тегін берем. Керек па? Артына ек қойсаң өсе ма? Ей, шын айтам, керек па? Керек емес па? Не істеймін? Кеше Саламатсыз ба? Сізге картош керек емес па, короче, нелер тамырлар шығып кеткен да ше? И оны егіп қойса болады деген көктемде. Керек емес па? Саламатсыз ба? Әбкені картошка бар емес па? Тамырлар шығып кеткен да, осыны көктемде егіп қойға болады ғой? Егіп қойға? Иә. Осыны тегін берен еді ғой біреуге, ешкім алмайды. Сізге керек емес па тегін? Жоқ. Хорошо. Саламатсыз ба? Сізге тегін картошка керек емес па? Керек емес па? Картошканың тағдыры қиын болып жатыр. Не істейміз? Не ғой? Анандай картошка тегін беріп жүрмін да ше? Мынаны егіп, нормально сатса болады па дейді, тегін. Андай көктемге қарай нелер шыққан ғой. Керек емес па? Короче, картошка бар емес па? Андай картошка не істеп жүрмін да? Тегін берем, короче. Жоқ, керек емес. Керек емес па? Бизнес ашасың ғой? Егесің, бизнес ашасың. Керек емес па? Негізі енді біз барлығымыз тегін нәрсені жақсы көреміз ғой, бірақ енді оған стоящий нәрсе болу керек та, енді менікі болмайтын нәрсе, картошка деп қуып жүрмін ғой. Мен сіздерге бір жақсы жаңалығым бар. Жалпы Қазақстанда соңғы 6 айда 200 миллионер қосылыпты. Олар осы Шонбай бизнес скулды бітіргендер. Осы Шонбай бизнес скулдың негізін қалаушы Қуаныш Шонбай бүгін тегін мастер-класс өткізеді. Яғни Қуаныш Шонбай табыс табуға қажетті 5 қабілетті сіздерге үйрететін болады. Бүгін тіркелгендерге Қуаныш Шонбайдан бір жақсы бонус бар. Сонымен қатар тағы да бір қызық информация, осы Шонбай бизнес скулды бітірген Үміт ханым 2 айда 1 800 000 тапқан екен, яғни SMM арқылы таргет, одан кейін сайт жасау, яғни қазіргі уақыттағы заманауи мамандардың бірі. Сол үшін сіздерге бүгін тегін мастер-классқа қатысуға менің кеңесім. Енді Шонбай бизнес скулды білем, бұрыннан келе жатқан осы бірінші болып кірген онлайн курстардың, онлайн бір мектептің бірі. Сол үшін ссылка осы, свайп жасап, тіркеліп мастер-классқа қатысыңыздар. Ең бастысы тегін ғой. Тегін. Солай, сәттілік барлықтарыңызға. Айтса кейбір қыздарға мамалар ұрсады екен, мен пісірсейімді көріп, неге тамақ істемейсің деп. Мысалы, Алияға ұрсады екен постоянно. Не деп айтады саған? Мамам маған сені стористарын жібереді. Қызым, сен неге тамақ істемейсің? Қараш, Маргулан тамақ істеп жатыр ғой дейді. Бағана звондайды маған. Енді істей алмайсың ба не? Жоқ, істей аламын, просто ерінесің ба? сізге жетпейміз енді. Уай, рахмет. Сол үшін кейбір кезде қыздар сіздерден кешірім сұраймын, егер мамаларыңыз осылай жіберіп жатса.